Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір хадис келеді оған дәлел ретінде. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға Жебірейіл келіп айтып жатыр дейді. Ей Жебірейіл, Раббымыз мейірімді. Оның мейіріміне шек жоқ. Мен дәлелмін саған. Мен дәлелмін. Күндердің күні Фираун Мұсаның артынан қуат. Жете алмай ақыры су екі жаққа қосылғаннан өлетінін көріп, екі су екі жақтан қосылып келе жатқанын көріп, басын сәждеге қойып, ей Аллахым, мен саған сендім, мен Мұсаның Раббысына сендім, мен Бәни Исраилдің Раббысына сендім деп айқайлап жатқанда, қорыққанымнан аузына лай тықтым. Өйткені Алла тағала мейірімді, анау кісіні кешіріп қоймасын деп аузына лай тықтым деген екен.